Hello everyone. Today's our theme is an email to a pen friend about your school and classroom. Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз өзінің досына хат жазу. Яғни бұл хатта мектебін және де сыныбын туралы жазу керек болады. Okay, let's open your student's book, page number 15. Here's we see an email to a pen friend by Nurziya. Students Book кітаптарының 15-ші бетін ашайық. Бұл жерде біз Нұрзияның өзінің досына жазған хатын көріп тұрмыз, иә? Let's look at the text. First of all, we see this sentence. Hello, Becky, right? Here's first we need to greet and the name of your friend. Бірінші сөйлемге қарасақ, hello Becky деп тұр. Біріншіден біз амандасып аламыз да, және де кімге жазып тұрғанын атын жазу керек. Мысалы, досының, иә? Екінші сөйлемге қарайтын болсақ, I hope you're well. Сенің халің жақсы деп ойлаймын деп тұр. Екінші, келесі сөйлемге қарасақ, My school is in the center of town, next to the railway station. I live close to my school, so I walk there every morning. Және де келесі сөйлемде біз мектептің қай жерде орналасқанын жазып тұрмыз, иә? It has 6 floors and each floor has 5 classrooms. I'm in class 7B, which is on the second floor. In my class there's 28 students, but the room is big and spacious, so it's okay. Келесі мектебінің түрін айтып тұрмыз, иә? Мысалы, мектеп 6 қабаттан тұрады. Әр қабатта 5 кабинеттен бар деп тұр, иә? Ал менің сыныбым 7B. Ол екінші қабатта орналасқан. Және де менің сыныбымда 28 оқушы оқиды дейді. Бірақ біздің кабинетіміз үлкен, сондықтан біз бәріміз сиямыз дейді. Екінші абзацқа қарайтын болсақ, I really like my classroom. There is a large blackboard at the front of the class. And on either side there are 2 doors and 3 windows. In the middle there are 2 rows of desks and chairs for the students. There is also a big desk and a chair for the teacher and a bookcase with lots of books. The walls are white with maps and pictures on them. Екінші абзацта ол өзінің сыныбы туралы сипаттап тұр, иә? Бұл жерде ол сыныпта қандай тақта бар екен, қандай парталар мен орындықтар бар екен, және де мұғалімнің өзінде партасы мен жеке орындығы бар екенін айтылып тұр, иә? Және мұғалімнің жанында кітаптар тұратын шкаф бар екен. Сонымен қорытындылай келетін болсақ, біз жазатын хатта да осылай жазу керек. Яғни біріншіден біз амандасу керекпіз, өз досының атын жазу керекпіз, содан кейін қалын сұрау керекпіз, немесе осындағыдай I hope you are well, иә? Сенің қалың жақсы деп ойлаймын деген сияқты жазу керекпіз. Содан кейін мектептің қай жерде орналасқанын, оның түрін, мысалы, неше қабаттан тұратын, иә, неше кабинет бар екен жазуға болады. Және де осы абзацта сыныбында неше оқушы бар екенін де жазуға болады. Келесіне қарайтын болсақ, ол өзінің кабинеті туралы жазылған, иә? Бұл кабинетте не орналасқан, неше парта бар екенін жазуға болады. Және де карта бар ма екенін, немесе кітаптар бар ма екенін жазуға болады екен. Келесі біздің өтетіміз study skills, punctuation. Бұл жерде біз нүкте, үтір, леп белгісі, сұрақ белгісі дегендерді қарастырамыз. Біріншісінде we use a full stop after affirmative and negative sentences. Біріншісінде былай жазылып тұр екен, нүкте туралы жазылған, иә? Ол болымды және де болымсыз сөздерде қолданылады. Мысалы, I'm Italian, нүкте, I'm not French, нүкте, иә? Келесі, we use a question mark after interrogative sentences. Біз сұрақ белгісін осындай сұрақ қойғанда, иә? Мысалы, are you in class 6C деп тұр, иә?
Бұл жерде сұрақ белгісін алып тастасақ, бізге бәрібір белгілі болып тұр, ол жерге сұрақ қою керек екен. Оны біздің біліп тұрғанымыз are you дегеннен қараймыз, иә? Мысалы, басқа сөйлемдерде you are деп келеді. Ал сұрақтарға келген кезде біз өткендегідей are you, do you, what are you doing деген кезде барлығы алдына келеді. Сон кезде біз қараймыз are you in class 6C сұрақ белгісін қоямыз, иә? We use a comma to separate a list of items. My favorite subjects are science, math, and geography. Бұл жерде үтір туралы айтылған. Біз үтірді бірнеше заттарға бөлген кезде айтамыз. Мысалы, менің жақсы көретін сабақтарым ол science, үтір, math, and geography деп тұр. Sentences expressing strong feelings and with an exclamation mark. I like it a lot. Бұл жерде біз қазақ тілінде білетін сияқты леп белгісі бар. Леп белгісін біз сондай көңіл күйді білдірген кезде қатты бір қалай айтсақ эмоционалды түрде сөйлемдерді айтқан кезде біз леп белгісін қолданамыз. Ол ағылшын тілінде де солай. Сонымен біз енді өзіміз хат жазамыз, иә? Біріншіден амандасамыз дедік, атын жазамыз, осыған қарап тұрсақ. Бірінші бөлігінде ашылу, иә, және де мысалы халын сұраймыз дедік, мектептің қайда орналасқаны, сыныптың, кабинеттің қайда орналасқаны, оқушылардың саны. Екінші бөлігінде кабинеттің сипаттауы. Үшіншіде қорытынды. Және де write back your first name. Write back деп маған қайтадан жауап қайтар деген сияқты жазып тұрмыз, иә? Your first name сенің бірінші атын, мысалы Жәнібек болса, Жәнібек деп жазамыз. Okay, lesson is over. Bye.